Шілденің 20 мен 29 жұлдыздар аралығында Таиланд елінің Бангкок қаласында ересектер арасында муайтайдан әлем чемпионаты өтті. Осы жарысқа 13 қазақстандық тай боксшы 2 дивизион бойынша өнер көрсетті. Олар элиталық А класста және Under 23, яғни 17 және 23 жас аралығындағы тай боксшылар арасындағы сындарда бақ сынады. Қазақ елінің спортшылары чемпионатта 5 жүлде ұтып алды. Бақытжан Арифхан, Еламан Саясатов, Эльмира Кунахуновалар қола медальдарды иеленді. 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Ерқанат Оспан күміс жүлдеге қол жеткізді. Алғашқы жекпе-жекте қазақстандық спортшы украиналық Сергей Радовты нокаутқа түсірді. Ширек финалда малайзиялық Мохфазат Киді ұтып, жартылай финалда колумбиялық Томас Чевераны жеңіп алды. Финалда Ерқанат қытайлық Йонг Ченге есе жіберіп, екінші орынға тұрақтады. 57 келі салмақ дәрежесінде бұл А класындағы элиталық ерлер арасындағы бәсеке. Алмас Сарсенбеков әлем чемпионы атанды. Жартылай финалда Алмас украиналық Владислав Микитас ұтты. Ал финалда Сарсенбеков ресейлік Сергей Абрамовты ұпай санымен жеңді. Қазақстан үшін бұл көптен күткен алтын жүлде болып отыр. Соңғы рет сонау 12 жыл бұрын қазақстандық тай боксшы Алмас Хасенов элиталық А класста әлем чемпионы атанған болатын. Демек, кезекті Алмастың жеңісі біз үшін өте бағалы болып тұр. Жалпы, медальдық есепте Қазақстан ұлттық құрамасы 5 жүлдемен 1 алтын, 1 күміс, 3 қола 10-ші орынға тұрақтады. Бангкокта өткен әлем чемпионатына 99 мемлекеттің өкілдері қатысқан болатын. ММА-дан әйелдер арасында тұңғыш әлем чемпионы атанған Мария Агапова, UFC басшысы Дана Уайт үміткерлері шоу алдында салмақ өлшеу рәсімінен сәтті өтті. Бұл туралы спортшы Instagram парақшасында жариялады. Агапова Дана Уайт Tuesday Night Contender сериясы турнирінде кештің екінші маңызды жекпе-жегінде октагонға шығады. Оның қарсыласы американдық Трейси Кортес болмақ. Кортес Аризона штаты бойынша еркін күрес пен грэпплингтен чемпион. Кездесу Лас-Вегас бойынша 30 шілде күні өтеді. Бұл біздің уақыт бойынша 31 шілденің таңы. Кездесудің жеңімпазы UFC мен келісімшарт жасасады. Салмақ жасалында тұп-тура 125 фунт. Енді қалғаны ертең жекпе-жекке шығып, бар білгенімді көрсету ғана. Бұл кездесуде шын мықты жеңіске жетсін. Алға Қазақстан деп жазды Агапова. Агапова Ахмат кәсіпқой жауынгерлік клубының қазақстандық бөлімшесінің спортшысы. Ол өзінің кәсіпқой мансабын 2015 жылы бастаған болатын. Еншісінде өткізген 6 кездесудегі 6 жеңісі бар. Мария бұған дейін қытайлық Хероинес әлемдік лигасында үздік атанды. Сондай-ақ ММА-дан әлем чемпионатында топ жарды. Біз қазақстандық қызғалдағы кездесуінде тек сәттілік тілейміз. Егер айы оңынан туып, Агапова жеңіске жететін болса, UFC мен ресми түрде келісімшарт жасасқан алғашқы қазақстандық спортшы болмақ. Жігіттерімізге әзірге арман болып тұрған промоушнге қазақстандық қыз өтіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Бейне материал ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.